Сәлем достар, біз бүгін сіздермен this, that, this, those атты сілтеу нүктемен танысатын боламыз. Бірінші суретке қарасаңыздар, жалғыз алма тұр, жақын жерде. Екінші суретте алыста тұр, сол жалғыз алма. Үшінші суретте қарасаңыздар, бірнеше алмалар жанымызда тұр да, ал дәл сол бірнеше алмалар төртінші суретте алыста тұр. Бұның мағынасын қазір біз ашамыз. Мына жерде жекеше түрде this мынау деп аударылады, that анау деп аударылады. This мыналар, those аналар деп аударылады. Ал енді мынаны аударатын болсақ, this is an apple. Мынау алма. Жақын жерде тұр, бір зат. That is an apple. Анау алма. Алыс жерде тұр, бір зат. These are apples. Мыналар алмалар. Those are apples. Аналар алмалар. Қараңыздар. That is жақында тұрған бір зат. This is жақында тұрған бір зат. That is алыста тұрған бір зат. These are жақында тұрған көп зат. Those are алыста тұрған көп зат. Өздеріңіз қараңыздар, алма жанымызда тұрса, яғни this is деп айтамыз. Алыста тұрса that is дейміз. Алма ғана емес, басқа да мысалдар келтіреміз қазір. These are жақында тұрған бірнеше заттар. Those are алыста тұрған бірнеше заттар. Кеттік. Мысал үшін қараңыздар. Жанымызда тұрған this is a rabbit. Бұл қоян, жақында тұр. Бір ғана қоян, және жақында тұрса this is деп айтамыз. That is a cat. Алыста тұр. Және бір ғана зат. Анау мысық. Сонымен қатар. These are rabbits. These are rabbits. Мыналар нелер? Қояндар. Екеуі қоян, және олар жақын жерде тұр. Сонымен қатар those are cats. Аналар мысықтар. Алыста тұр, және екі зат. Міне, айырмашылығы осы ғана. Көп қиыншылықты, көп еңбекті талап етпейді. Өте оңай ереже. Жаттап алсаңыздар болады. Алла жазса, бұдан да жақсы видеолар YouTube каналыма шығады. Достар, қазақша контентті қолдап, менің каналыма тіркеле кетіңіздер.